Құрметті оқырмандар, балалар кітапханасы Зира Наурызбаева, Лилия Калауыз жазушылардың «Алтын тостағанды іздеу» атты кітаптың тұсаукесерін ұсынады. «Алтын тостағанды іздеу» ертегісін қазақ мифологиясының жетекші сарапшысы Зира Наурызбаева мен кәсіби жазушы Лилия Калауыз бірге жазды. Кітаптың басты кейіпкерлері әлі күнге дейін адамдар арасындағы бейбітшілік пен келісім символы алтын тостағанды іздейді. Бату осы сиқырлы артефактыны қайдан іздеу керек деген жаңа теорияға ие. Алайда Саша саяжайындағы жігіттердің естіген жұмбақ болжамы достардың жоспарларын мүлдем өзгертеді және олар көптеген қауіпті және қызықты оқиғалары бар таңғажайып елде болады. Ертегі қазақ мифологиясының сюжеттерімен, қазақ халқының мәдени дәстүрлерімен және оның тарихымен тығыз байланысты. Достар алтын тостағанды таба ала ма? Олар әлемді құтқара ала ма? Әр кейіпкерде қандай ерекше қабілеттер оянады? Кітап балаларға арналған, бірақ ол ересектер үшін де қызықты, өйткені әр оқырман тарих беттерінен көптеген жаңа ақпаратты таба алады. Сәлем достар! Біз «Алтын тостаған іздеу» деген кітапты оқыдық. Ол бір ел, бір кітап акциясына енгізілген. Осы шығармада Бату атты бала мен оның достарының басынан кешкен оқиғалар туралы айтылған. Ертегі аңыз, кейіпкерлер мен тарихи деректер бүгінгі шындығымен байланыстыра суреттелінген. Ол өте керемет кітап, сіздерге оқуға кеңес береміз. Сау болыңыздар!